Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай домашний лагман дайындайтын боламын. Бірінші кезекте көкөністердің барлығын осылай турап алдым. Маған сәбіз, редька, картошка, пияз, перец және ет, чеснок керек болды. Барлығын ұсақтап турап алып, бірінші қызып тұрған ыдысымызға майымызды құйып, оның үстінен етімізді салып, бірінші қуырып аламыз. Негізі домашний лагманға өзіңіздің қалауынша көкөністерді қоса берсеңіз болады. Енді бірінші ет пен чеснокты жақсылап қуырып алып, кейін қаттыларынан бастап жақсылап қуыратын боламыз. Бірінші сәбіз бен редьканы қуырып, одан кейін пиязды қуырып, артынан переціміз бен помидорымызды салып, барлығын араластырып бірге қуырамыз. Барлығы біркелкі қуырылып болғаннан кейін шамамен 2 кесе су құйып, яғни өнімдеріміздің барлығы судың астына батып тұратындай етіп, орташа отта шамамен жарты сағаттай қайнататын боламыз. Мен лагманның етін ұзынша етіп және өте жұқа ет турадым, сондықтан да жарты сағатқа жетпей пісіп қалуы мүмкін. Ет пісуге жақын қалған уақытта ең соңынан картошкамызды саламыз. Бұл өте ұсақталып, осы көбікталып туралғандықтан және тез езіліп кететін болғандықтан ең соңынан тамақ пісуге аз қалған уақытта саламыз. Езіліп кетпеу үшін барлығын жақсылап араластырып, одан кейін үстінен тұзын, дәмін көріп, қосқыңыз келетін дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Лавровый лист өте ерекше дәм береді. Приправа, зелень қосып, барлығын жақсылап араластырып, дәмдері сіңгенше тағы да бір қайнатып аламыз. Тағамды пісірген кезде қатты қайнатуға болмайды. Орташа отта ақырын ғана қайнатып пісірген тамақтар өте дәмді болып шығады. Міне біздің лагманға арналған подливамыз дайын болды. Еті сондай жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай картошкасы езілмеген және сәбіздері де барлығы өздерінің өңдерін жоғалтпаған, өте дәмді болып шықты. Енді қолдан созылған лапшамызды ыдысымызға салып, оның үстінен керегінше подливамызды құйып, дастарханға ұсынатын боламыз. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді, өте жақсы болып шығады. Ал лагманның подливасына қосатын көкөністер ол әркімнің өз қалауынша бола береді. Үй лагманы болғандықтан неше түрлі көкөністермен дәмді болып шығады. Сіздермен болған Айкерім. Назарларыңызға көп рахмет. Арнаға жазылып, комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.